Саламатсыздар ма оқушылар? Мен дене тәрбиесі пәнінің оқытушы Қалтай Орынтайұлы болам. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жеңіл атлетика. Жеңіл атлетиканың ішінде орыннан ұзындыққа секіру әдіс тәсілдерін үйрету. Енді жеңіл атлетика қысқаша шолып өтсек, жеңіл атлетика спорттың көп тараған түрі. Жеңіл атлетиканың ішіне жүгіру, жүру, секіру түрлері жатады. Секірудің ішінде ұзындыққа секіру және биіктікке секіру болып бөлінеді. Әр түрлі снарядтар лақтыру, спорттық жүріс, кросс, көп сайыс жатады. Енді секіру келсек, секіру жалпы екіге бөлінеді өзі. Ұзындыққа және биіктікке болады. Енді сабағымызды бастаймыз. Сабақтың басталуының алдында қазір жалпы дамыту жаттығуларын жасап өтейік. Қолымыз белде, аяғымыз иық деңгейінде болады. Басымызды алдыға, артқа, оңға, солға 4 реттен жасаймыз. 2-3 рет қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, аяқталды. Келесі жаттығуымыз екі қолымызды иыққа қоямыз, екі иығымызға, аяғымыз иық деңгейінде. Қолымызды 4 рет алдыға, 4 рет артқа айналдырамыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, артқа. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығуды 3-4 реттен қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз оң қолымыз жоғарыда, сол қолымыз төменде. Қолды артқа 2 рет, алдыға сенімі. 1, 2 қолымыз ауысады. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жақсы, осы жаттығуды 3-4 рет қайталаймыз. Келесі жаттығымыз қолымызды толтырып алдыға, артқа айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Артқа. 1, 2, 3, 4. Қарама қайшы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Келесі жаттығымыз бастапқы қалып, қолымыз белде, аяғымыз иық деңгейінде. Белімізді оңға, 4 солға айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Солға. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Осы жаттығуды қайталаймыз. Келесі жаттығымыз қолымызды алдыға қоямыз. Оңға 2 рет, солға кеудемізді бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқталды. Келесі жаттығуымыз аяғымызды алшақ қоямыз. 1 дегенде оң аяққа отырамыз. 2 дегенде тұрамыз. 1, аяғымыз түзу болады. 2 дегенде осы аяқпен тұрамыз. Аяқ жиналмайды. 3 сол аяққа, 4 оң аяққа тұрамыз. Бастапқы қалыпқа. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Келесі жаттығу енді. Оң аяғымыз алды солай. Аяғымызды созамыз. 1, 2, 3, 4. Алсаңыз. 1, 2, 3, 4. Аяқталды. Келесі жаттығу енді. Секіру. Тіземізді ішке, сыртқа айналамыз. 1, 2, 3, 4. Сыртқа. 1, 2, 3. Аяқталды. Жақсы. Келесі жаттығу. Қолымызды алдыға қоямыз. Оң аяқты сол аяқ қолға, сол аяқты оң қолға жеткіземіз. 1, 2, 3, 4. Аяқталды. Соңғы жаттығуымыз келесі. Аяғымызды, қолымыз белде, аяқты дұрыстап жаттығу жасайық. Қазір секірген кезде аяқтың буындарымыз жаттығу созылу керек. 1, оң аяқ, сол аяғымыз. 1, 2, 3, 4. Сол аяқ. 1, 3, 4. Осымен жаттығымыз аяқталды. Енді негізгі бөлімге көшеміз. Ал енді негізгі бөлім ұзындыққа орыннан секіру негізі күштілік пен ерлікті дамытуға ықпал етеді. Орыннан ұзындыққа секірген кезде секіріліп, қолды жоғары көтереміз. Аяқ тізе бүгіледі. Қолды алдыға сермеп секіреміз. Секірген кезде аяқ бірге, қол алдыға созылады. Сызықтың саналатын уақыт өкшеден саналады, или қолдың тиген жерінен саналады. Енді осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы жалпы дамыту жаттығуларын орындаймыз, жетілдіреміз, дамытамыз. Бүгінгі өтілген секіру жаттығулардың әдіс тәсілдерін қайталаймыз үйде. Секірген кезде әр оқушы 3 реттен секіреді. Ең жақсы көрсеткіші есептеледі, бағаланады. Сондықтан үйде қайталап дайындаламыз.